Кім Алланы зікір етпесе, ол адамның дәреті жоқ. Ассалаумағалейкум жамағат. Дәрет алғанда бісміллә айту парыз ба, сүннет пе білгіңіз келсе, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар. Видеоны таратып, сауапқа кенеліңіздер. Бисмилля, альхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Дәретте бисмилляны айту шарт па? Жалпы Ханафи мазхабы бойынша дәретте бисмилляны айтудың үкімі сүннет болып есептеледі. Ал енді бұған қарсы кейбір хадистер бар, алайда бұл хадистердің мағынасы бисмилляны айтудың парыз екендігін білдірмейді. Енді сол хадистердің біреуі Абу Хурайра радиаллаху анхуден жетеді. Пайғамбарымыздың бұлай деп тұрғанын естідім дейді. Ла салата лиман ла вуду алаху. Кімнің дәреті болмаса, оның намазы жоқ. Уала вуду алиман лам язкур исмаллахи алейхи. Кім Алланы зікір етпесе, ол адамның дәреті жоқ дейді. Енді кімнің дәреті болмаса, оның намазы жоқ екендігі белгілі. Ал енді кім Алланы зікір етпесе, яғни бисмилля деп айтпаса, оның дәреті жоқ деген мағынада бұл жерден шықпайды. Бұл хадистің мағынасын ғұламаларымыз дәреттің толық болмайтындығын, нұқсан болатындығын айтқан. Енді бұл хадиске қосымша, бұл хадистің қарама-қарсы тағы бір хадис келеді. Анил Мухаджир ибн Қунфут аннаху саллама аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Мухаджир ибн Қунфут деген кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сәлем береді. Вахуа ятаваддау. Ал пайғамбарымыз ол кезде дәрет алып жатады. Фалам ярудда алейхи. Ал пайғамбарымыз оның сәлемін қайтармайды. Фаламма фараға мин вудуихи. Дәретін алып болғаннан кейін қала былай деп айтады. Иннаху лам ямнa'ани ан арудда алейка. Расында саған жауап қайтаруға ештеңе кедергі жасаған жоқ. Илля анни карихту ан азкураллаха илля аля тахаратин. Мен дәретсіз Алланы зікір етуді қаламадым дейді. Осы хадистен келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадистің мағынасында демек, дәретті бастаған кезде пайғамбарымыздың бисмилляны айтпағандығы ортаға шығады. Тағы бір хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізеді бұны да. Абу Хурайра былай дейді. Өзі тоқ бола тұра, көршісі аш болған адам бізден емес дейді. Егерде кім көршісінің халінен хабар алмаса, иманның толық емес екендігін ортаға шығады. Сондықтан да Ханафи ғұламалары бір ауыздан дәретте бисмилляны айту бұл сүннет екендігін айтады. Ал кейбір хадистерге қарап, екінші бір хадисті назардан тыс қалдыру бұл үлкен қателік болып есептеледі. Сондықтан Ханафи мазхабында, жалпы мазхаб ғұламалары бір мәселеде әртүрлі келген хадистерді саралай келе, ішіндегі хадистердің бір-біріне қарама-қайшы болған жерлеріне бірдей үкім шығарып, яғни ана хадисті де, мына хадисті де ортаға тастамай, екі хадистен де алатын бізге сабақ бар екендігін түсіндіре келе, бір хадистен үкім шығарудың қате екендігін ескертеді. Қазіргі уақытымызда көп деген бауырларымыз осы мәселелерге байланысты қатеге ұрынып жатады. Бір хадис бар екен деп, екінші хадисті назарға ілмейді. Ал ол хадистердің өзара сахих дәрежесіндегі, немесе әлсіз дәрежесіндегі болғандығы ол хадистерді назардан тыс қалдыруға себеп болып есептелмейді. Алла бәрін жақсы білуші.